Тек, достар, дала деген кәдімгідей бір түсті болып кетіпті ғой. Далада деген кәдімгідей өзгеріп тұр ғой. Далада жаңбыр жауа ма екен, әлде не болды деген, а? Ана адам кім? Сары адам, ар жақта көріп тұрсыздар ма? Мә, саған достар, мынауың бір түсті екен, мына адамға жақсылап қарап қараңдар. Мынаны қараңдар, мына адамды көріп тұрсыздар ма? Мынаны қараңдар. Жынды ма мынау? Мынаған бірдеңе болған сияқты, жақсы құрсын үйіме қарай кіріп есіктердің барлығын құлыптап алып арқайын тығылып алмасам, әйтпесе деген айналада деген мынандай күдікті адамдар толып кетті ғой кәдімгідей. Мынандай уақытта кім келіп тұр менің үйіме, достар? Білмеймін, ал жайлап қарап көрейік. Так, ал кім? Так, есікті. Оп, ана, ей, сендер кімсіңдер, офицерлер, не істеп жүрсіңдер? Так, Франклин, сен бе? Иә, мен ғой Франклин. Так, Франклин, сенің деген ана көлігің ұрланған көлік, біз оны деген обратно штрафстоянкеге апарып тастаймыз. Қалай ұрланған көлік ол? Біз деген мынаның номерін оқыдық, мына номер деген бар ғой, қара, 0 деген номер, мына тіпті номер жоқ. Ұрланған көлік мынау. Саған, бәсе достар, ойлап қоям ғой. Қайдан ғана ана Саймон деген маған мәшінге подаркаға мәшін берді десем, значит менің үстіме прикол ұстайын деп жүр екен ғой ол да. Так, сол үшін Франклин, мына көлікті біз штрафстоянкеге қарай алып кетеміз. Жігіттер, ұстап алыңдар ананы, қалғандарын өздеріңе қалдырдым мен. Көлікті өзім нормальный жерге апарып тастаймын. Давайте. Қазір кішкене күте тұрыңдаршы, мен үйден сіздерге ауыз тиіп шығыңдаршы қазір. Бізбен бірге. Ё-моё, мыналар деген жаман ғой кәдімгі. Давайте қашып кеттік. Оңбайған қуараның артынан, братан, жүр кеттік қуайықтың артынан. Біздің көз алдымызда ашық қойып қашып кеткісі келіп жүр ма? Соны айтам, қазір баратырмын мен де, давай. Достар, мыналар деген қазір менің үйіме кіріп кеткен шығарды. Менің үйіме кіріп кеткен кезде мен деген үйінің артына барайын да мына көліктен ұрлап кетті ал. Давайте. Мә, саған шынымен мыналардың көліктен ұрлап кетті мен бар ғой. Жарайды кеттік. Ақ, Саймон оңбаған мені сатып кетті бар ғой. Енді сатып кетті дегенде білмеймін, менің үстіне прикол саған шығар. Кете, жол берің маған. Қазір мен өзімнің мигалкымды қосып алайыншы, сосын деген мынаның барлығы жол беретін болады маған. Жолларын, ё-моё, маған полиция уже қуалап жүр ғой мені. Мына жаңағы полицейскілер өздеріне бір-бірлеріне ат берген сияқты, белгі берген сияқты. Так, кет. Мыналар деген полициялар, радарды қараңдар достар, полициялар мені кәдімгідей іздеп жүр ғой мыналардың. Ё-моё, мыналардан уже ұсталды. Давайте қашты. Маған деген главное ұсталмау керек мына полицейскілерге бар ғой. Значит, мен деген Саймонға деген жазасын бүгін бермейді сияқтым ғой мен деген бар ғой. Так, мынау мүмкін тағы полицейскілер деген арнайы өздерінің жасақтарын алып келген ба? Маған деген шабуыл жасап отыр ғой. Ё-моё. Так, қашты. Мына полицейскілер не пәле именно мен үшін деген барлық күштерін жұмсаған. Ё-моё, қашты. Ё-моё, мына машина өтіп кетті. Машинды айдай алмай қалдың ғой. Полицейский машинды айдау қиын ба бірден екен. Так, мынаның ішіне қарай керейік. Әлде деген, мынауың тупик қой. Саған достар қайда қарай қашамыз енді? Білмеймін, мен мынау деген тупикке кіріп кеттім мен деген. Тем более полицейский машинмен мен қаша алмайды екен ғой. Мына полицейскілер әрқайсысы бір-бірін, атпаңдаршы маған. Так, Франклин, егер де сен мына жерде болсаң, қолыңды көтер. У вас есть право хранить молчание. Не саған, Франклин. Сен ұсталдың, Франклин. Не саған. Все, болды, Франклинді ұстап алдық. Мен деген каратеге қатысқанмын 19 жыл. Хоть бір жерде пайдасы тиді ғой, Франклинді ұстап алдық. Давайте, жігіттер кеттік. Мынаны деген салып алыңдар. Мәшінге салып алың, өзім салып алайыншы, сендерге что-то сенбей жатырмын мен бар ғой. Давай, қазір деген мәшінге салып аламыз бар ғой. Оңбайған Франклинді, сосын деген түрмеге апарып қалып тастаймын. Чо там, братан, ұстап алдың ба Франклинді? Конечно, мен деген 19 жыл бекерде каратеге қатыспадым ғой мен. Жарайсың, мынау үшін менде Франклин ұстап алыпсың ғой. Ештеңе бірдеңе қашып кетмей ма енді? Уайымдама, мен деген оған шокке салып қойдым. Саған достар, енді қалай болады екен, не істесем болады, қалай қашып кетсем болады? Мен деген қапына Саймонның менің үстіме прикол тыққысы келіп еді, сол приколының соңында мен түрмеге алып кетті ғой. Так, давай кеттік, біз деген особо опасный преступникті ұрлап кеттік. Мынаған не болған, доктор, барлығы жақсы ма? Мына доктордың түрін қараңдар. Барлығы жақсы. Мынауың жарты бас па, үсті басын немене бәле? Қан болып атыр ғой, көрілтеші докторға. Так, саған достар, мен деген мыналар деген ақыры мына түрмеге қарай алып келді ғой. Маған деген қиын болады сияқты жағдайым бар ғой. Мүмкін емес, достар, мен не істесем болады екен, мыналар шынымен мені түрмеге алып келді. Мынаны қараңдар, мынау деген екінші валютадан өтіп кетеді ғой қазір. База жоқ достар. Апасына қиын, жаман өте қиын болайын деп тұрған сияқты не де болса бар ғой. Мыналар мені түрмеге апарып тастады. Болды, мен ұсталдым түрмеге. Не болып отыр мыяқта, достар? Мына жерінің өзі точно барлығы дұрыс па?
Кешірім өтінемін, офицер, барлығы да жақсы ма? Мына жерде неге барлығы заключенныйлар қашып бара тұр ма? Білмеймін, бізде деген химия сабағында бірдеңе болған, сол үшін бәрі қашып бара жатыр. Химия сабағында бірдеңе болған дей ма? Саған білмеймін, ол жота деген қорқынышты сияқты. Өзімнің деген баратын жеріме қарай камерама тезірек өзім барып алайыншы орай. Тек достар, мынаны қараңдар, менің деген мінекей осындай екен менің жататын жерім. Маған деген түрмеде қиын болады сияқты. Қайсы братан өтіп кетейін мен бар ғой. Мынаны қараңдар достар, мынау деген біздің затымыз бар, біздің камерамыз мынау деген бар ғой. Жақсы, ал тек басқа не істеуге болады екен мына жерде? Бізді енді түрмеге қарай тығып жіберді бар ғой. Мен деген бар достар, болмайды мынау деген. Мен деген қалайда қашатын жер табуым керек мына жерден бар ғой. Қалай қашып кетсем болады екен мен деген. Пока что жақсылап тұрып ойланып алуым керек. Мына жерлер қайқа апарады екен, мынау қай жерге апаратын жер, жақсылап тұрып қарап алайық. Мынау деген душқа қарай алып келеді екен ғой бізде. Братан, не істеп тұрсың? Қойсай, мынауың деген душта деген темекі шегіп тұр, болмайды ғой. Мынауың немене бар достар? Мынаны қараңдар, мына жерде түбінде деген жасыл боқ жатыр ма, бірдеңе жатыр ма, түрме деген қызы екен. Не болып жатыр мына жақта деген, опасно екен, мына жаққа келуге болмайды, шығып кетейік. Мен деген мына жақта асханаға тап болдым. Мына жақ күшті екен достар. От души тамақ жеп алатын сияқтымызда. Мына жақта деген, сіз не татып тұрсыз мына жақта? Саған достар, мына жақта деген мандарин, банан барлығында сатады екен ғой. Күшті екен кәдімгідей. Базарға братан, мынауың туалеттің алдында отырсың ба? Кірсем бола ма? Қаяқтағы туалет ақымақ, мынау деген тамақ пісіретін поварлардың бөлмесі. Көрдің ба, міне былай міне мына жаққа тек персонал міне тамақ пісіретін поварлар міне, сендер міне алмайсыңдар, түсінікті ма енді? Әлі түсінбейсің, мұрныңды айырып аузыңа берейін бе? Сөз братан, түсіндім. Саған түрменің іші қызы екен бар ойда, жақсы басқа жерлерді қарап көрейік. Тек мынау қандай жер екен, саған достар, мынаны қараңдар, мына жақта деген, мына жақта деген түрмеде деген жұмыс жасай ма мына адамдар? Сондай жерде болып тұр ғой, мынаны қараңдар, жақсылап тұрып қарап алды. Бірінші этаждан бөлек мына жақта екінші этажда бар екен ғой. Базар жоқ, екінші этажда да мынандай өздерінің әдемі жерлері бар екен. Мынау кәдімгідей завод сияқты бірдеңе ғой да? Жоқ, завод сияқты бірдеңе емес достар. Саған мынауың шынымен де завод қой мынауың деген, аны қараңдар. Не шығарады екен мынау? Әлде деген, мынау елде стиральный зат екен, бірақ та жақсылап қарап қарасаңдар, мынауың машина жуып жатыр ма, бірдеңе болып жатыр ғой. Жақсылап тұрып қарасаңдар, сондай болып жатыр. Жарайды, күн батып жатыр бар ғой достар. Даланы қараңдар достар, далада деген уже түн батып бара жатыр бар ғой. Болды мен деген көп жүрмей қояйын да, обратно үйге қарай. Үй дегенде қалай, мына жақта үй деп айту қиын шығар. Өзіміздің жататын жерімізге қарай барайық. Кеттік, әйтеуір барайық та тезірек. Менің кабинетім қайсысы еді? Мынау еді, осы ғой менің кабинетімде. Жоқ, мынау емес қой. Менің достар, мана қарасаңыздар, менің кабинетім, менің бөлмем деген 3-ші этаж бар, сондай жер еді. Мына жақта қайсысы еді менікі? Міне мынау болу керек, егерде қателеспесем. Именно осы ғой. Жарайды, ұйықтайық енді бар ғой, күн батып. Мынау не бәле? Қаштым. Саған достар, мынау немене бәле? Мыналарың жынды ма? Үсті бастары қан болып, менің артымнан қол айтып қоятын ма, бірдеңе істеп жатыр. Мынаны қараңдар. Түрлерін қараңдар. Мынаға не болған? Қасымда ешқандай да қару да жоқ қой, бірдеңе болса ұрып өлтіретін бар ғой. Мана деген білесіздер ма? Ең бірінші мен бір сары киімдегі бала көріп, сары ма, жасыл ма, осындай бір нәрсемен тұрған сияқты еді бар ғой, білесіздер ма? Мынаны қараңдар, үсті бастары қан болып. Мыналардың да шынымен де үсті бастары қан болып тұр ғой, үстінен бір түсі бір еш шығып жатыр ғой. Мыналар немене бәле, зомбиға айналып кеткен ба? Мүмкін емес. Давайте қазір деген мына жақта деген басқа жақтарға барып көрейік. Душты қарап көрейік. Мына жақта душта біреулер бар ма екен? Тек жоқ, душта деген ешкім жоқ душта. Мынаның бәрі менің артымнан келе жатыр ма? Мынаның бәрі менің артымнан келе жатыр ғой. Қаш, Франклин, қаш. Уху. Наконец-то мен деген мына секретный бірдеңе бар деп еді, мына жақта бар ғой, осы секретный затқа қарай кіріп кеттім. Ананың ішін секіріп мініп алайық. Нормально қашып кеткен сияқтымда, давайте енді ары қарай қашып кетеміз да, давай, есіктен ары қарай шығып кетейік. Ал мына жақта қалай? Мыналардың деген пока что әлі деген зомбиға айналмаған адамдар сияқты. Мына түрлерін қарап қараңдар достар. Мынаның түрлеріне қарап қарасаңдар, әлде де зомбиға айналмаған, бірақ та енді зомбиға айналайын деп отыр. Братан, қаш, қайда баратсың? Саған? Білмеймін неге ұрғанымды, бірақ та саған ұрғаным көмектесетін шығар. Көрейікші, мына зомбилар қастарынан өтіп кете ме екен, Егер де мұның қасынан өтіп кетсе, мен деген құтқарам ғой. Тек саған шынымен де қастарынан өтіп кетті ананы, саған базар жоқ. Ананы жеп тастады, қараңдар, қан шығып кетті. Аналар зомбилар өлтіріп тастады ғой, ананы деген, мен деген ештеңе тимей ма десем. Қашың, охранник, қашы, охранник, қашы, мына жақта налар деген. Ананы қараңдар, налар деген, шынымен де ана зомбиді қараңдар, қалай қан шашыратып жеп кетті бар ғой.
мыналар неге ешкім сенбейді маған, қазір деген сендер деген бара қашпасаңдар зомбидің сандары одан сайын көбейіп кетеді ғой. Жарайды, мен маған ешқайсысы маған тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Так, мынақта маған қашу үшін не істеу керек, басқа бір нормальный жерлерге қарай қашуым керек мен деген. Так, мынақтарда не бар екен, ана охранниктің қолынан мылтықты алып алуым керек мен бар ғой. Так, оған қалай мінеміз, ой, менің прижогым жетпей қалды. Давай барлық күшімді онда хыба деп секірем. Мен деген тренажерный залға бекер барып жүрген жоқпын ғой. Осындай жерде көмекте тренажерный залға барып жүргенім. Так, мынақта деген жаңа біреу мылтықпен жүреді. Соны деген ұрып мылтығын тартып алуым керек. Сосын мылтығын тартып алғаннан кейін кішкене зомбиларға қарсы деген менде қару болады, бар ғой, бір автомат ататын бір нәрсе болады. Қайда, міне біреу өйтіп жатыр. Мына охранникте әйтеуір мылтығы бірдеңесі бар шығар, да? Охранниктер деген пустой дүммен жүрмейтін шығар. Манағы зомбилар деген қоймайды, кәдімгідей менің артымнан өзі жетіп алған шығар барлығы да. Давай, тезірек. Мынау немене бәле, жаймен жүресің бе? Өйтіп бір енді. Ойбай, кешіріп, мен сені бір удармен құлатам ба дедім. Саған. Все, болды. Достар, мен мылтық алып алдым. Наны қараңдар, ақыры мылтықты алдым ғой. Енді деген кішкене зомбилардан бірдеңе қылып атысып қашуға болады, бірдеңе қылып. Так, енді деген маған деген нормальный көлік керек. Мына көлікті ұрлап кетеміз бе? Давайте осы көлікті ұрлап кетейік. Қазір деген мен жетіп алайын да түбіне. Сосын деген оны да ұрлап кететін боламыз бар ғой. Так, давай. Бір жаман ішінде адам отыр екен да, бірақ ол деген қазір маған сенбейді ғой. Братан, маған көлігіңді берші, маған сенің көлігің керек. Мен атып отыр ғой, братан, жынды ма? Маған мені өлтіріп тастайын деп жазады ғой, мынауың атып. Так, опа, мәшінеге отырып алайық. От души енді қашып кетеміз, кеттік ал. Так, мәшін бар әйтеуір. Ё-моё, зомбилар, наңғарандар зомбилар. Саған, наңғарандар. Мынаның өзі үстері қан болып кетті. Бана деген қатты қанамай тұрады, мынаның үстері. Мынақтара толып кетті ғой зомбилары. Мынаның барлығын өлтіруге маған оқ жетпейді сияқты. Так, давай бастарына өсіп атып сияқты. Так, саған. Так, мынақтағы зомбилар да кетір. Қайтеміз, мен деген қашып кете аламын ба? Мыналарды жақындап қалды маған деген. Оқтап алайық. Саған, мыналарды жақындап қалды. Артта қашатын жол жоқ, артта тупик. Саған. Барлығын атып тастаймыз ендеше. Зомбидің бәрін. Мынау кім бе? Құры бар. Маған үсті қан емес әйтеуір. Мен деген заражение болып берген жоқ маған ешкім заражение. Сендерге барлығын атып жететін сияқты, мен барып мыналардан қашып кетем дегенше, зомбидің барлығын да қырып тастадым мен походу бар ғой. Саған. Болды, ар жақта бір зомби қалды. Вау. Все, қаштық енді бар ғой. Енді деген точно қашу керек маған бар ғой. Давай, кеттік. Ешкім жоқ шығар дегенде. Походу енді ешкім де жоқ. Давай, есікті ашайын. Хорош. Давай, тезірек қашып кетейік, мынаяқтан енді бар ғой. Давай. Достар қашып кеттім, ақыры бірдеңе қалып бар ғой. Білмем не болатын, бірақ та мына жердің барлығында зомбилер басып кететін сияқты. Білмем ары қарай не болатын, бірақ та главное мен деген өзім қашып кеттім, әйтеуір өзім қашып кетсем болды.